Сәлеметсіздер ме, көрермен? Сіздермен бірге сөз түзер айдары. Қазақ тілінде мереке атаулары бас әріппен жазылады. Ал егер мереке атаулары күрделі сөздерден тұратын болса, онда бастапқы сөз ғана бас әріппен жазылады. Мысалы, халықаралық әйелдер мерекесі, республика күні, тәуелсіздік күні. Ал 1 мамыр, 8 наурыз дегендердің алғашқы сөзі цифрмен таңбаланса, онда ай атаулары бас әріппен жазылады. Мысалы, 8 наурыз, 25 қазан, 16 желтоқсан. Мәлімет сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.